Мен Жезқазған қаласының тумасы Найманның қызымын. Жарымның сүйікті жұбайы, 1 жастан асқан ұлдың анасымын. Қаладағы мекемелердің бірінде жұмыс жасаймын. Жолдасым ауысыммен жұмыс істейді. Ұлымды таңертең жұмысқа дейін әжесіне қалдырып, әрі қарай жұмысқа кетемін. Көктем, мамыр айының шуақты күндерінің бірі. Күнделікті күйбең тіршілік. Жанталасып жұмысқа барып келіп, одан қалды басқа шаруаларымызбен сол баяғы тіршіліктің қамымен жүрген күндердің бірі еді. Інімді бір шаруаларыммен бірнеше жерге апарып келуін өтініп шақыртқан едім. Жолдасым жұмыста, ұлым әжесінде. Інім көлігімен келіп, мені шаруаларыммен айтқан жерлеріме апарып жүрді. Бір уақытта 9-шы орамды апыр-топыр көліктер соқтығысып қалды. Жаным, бауырым соқтығыстың күшімен ашылып кеткен есіктен далаға ұшып кетті. Мен еш көмек көрсете алмадым. Дәрменсіз қалдым. Менің денем көлікте қысылып қалыпты. Үстімдегі аппақ күрте қызыл түске оранды. Қан жоса, өте қорқынышты көрініс. Бойым мұздап барады. Арада бірнеше минуттар өтті. Бітті. Мен өз бейнемді тек сыртымнан көріп қалдым. Тәнімнен жаным шығып кетіпті. Қимай барамын. Өз тәніме көз алмай қарап тұрмын. Маңайымда не болып жатыр? Ештеңемен шаруам жоқ. Бар ойым өзімде. Не болды? Бәрі бітті ме? Менің өмірім осы ғана болды ма? Не болып кетті? Артымда қалған ұлым не болады енді? Анашым, жүрегі қақ айырылатын болды ғой. Жаныма жақын жандарымның бәрі ойыма біртіндеп келе бастады. Қалай болғаны? Мен жас едім ғой. Не істедім? Не бітірдім мен? Ең құрығанда парызымды толық орындай алмадым ғой. Інім мен жарым қаншама рет орамал тақ деп еді. Бірақ жоқ, мен тақпадым, тыңдамадым. Соңғы рет інім жылап тұрып айтып еді. Апатай, сенің сұлу жүзіңнің тозақта жанғанын қаламаймын. Орамалыңды тақшы басыңа деп өтініп еді. Орамал тағып, әуретті жабу балиғатқа толған қыз баланың парызы екенін білемін. Бірақ неге екенін білмеймін. Одан кейін де созып жүріп алдым. Қалайша, не жасасам екен? Көліктің ішінде қалған тәнімді не істеймін? Қайтып тіріліп қалайша өмірімді өзгертсем екен? Деген сан түрлі сұрақтар мазалап, өзегімді өкініш өртеп барады. Қатты қиналдым. Өмірімнің бәрі көз алдымнан өтті. Қимайды екенсің. Ішім алай-дүлей болып жатты. Мен шарасыз күйде қалдым. Бір уақытта балам жылап жатыр екен. Оянып кеттім. Сөйтсем, түсім екен. Түсім екен. Қатты қуанып кеттім. Аллаға шүкір, тірі екенмін ғой. Жаным әлі кеудемде екен ғой. Аллам, шүкір саған. Маған қайта өмір сыйлағаныңа шүкір. Ұйқымнан аман есен оятқаныңа шүкір. Я Раббым Алла, саған сансыз шүкірлер болсын деп қуанышымда шек жоқ. Сол күні есімді жиып, өмірге қайта келгендей болдым. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам көрсетіп кеткен тура жолыммен адаспай жүруімді жаратушымнан сұрап, іс-әрекеттерімді жөндеуге тырыстым. Басыма орамалымды тағып, маған бұйырған жаратушымның қалауын орындадым. Содан бастап, Аллаға шүкір, қазір басымда орамалым бар. Аллаға шүкір, мұны жаратушымның маған берген үлкен сыйы, үлкен мүмкіндігі екенін түсіндім. Орамалды таққаннан кейін де сынақтары болды, әрине. Орамалдың керегіне, жас емессің бе, тастасай, қайтесің дегендей туыс-таныстардың тарапынан біраз сөздер болды. Көшеде кетіп бара жатқанда да орыстың әжейлері де жақтырмай қарап, осындай ыстықта қалай осылай киініп жүруге болады? Осы сендер ыстықтамайсыңдар ма? Дегендей сұрақтар да болды. Бірақ сенесіздер ме, сол уақыттарда орамалды шешу керек шығар деген ой менің миыма
бір сәтте кіріп шықпапты. Себебі бұл басымдағы орамал менің Раббымның маған жасаған бұйрығы. Сол себепті де Алламның бұл бұйрығын еш қиындықсыз орындадым. Сол уақыттағы менің сезімімді сөзбен жеткізу мүмкін емес. Жолдасымның да маған деген қарым-қатынасы жақсара түсті. Махаббаты да арта түсті. Себебі Алла айтты емес пе, маған бір қадам жасасаң, мен саған 2 қадам жасаймын деп. Сол уақыттан бастап нағыз бақыттың Алланың бұйрығын орындағанда ғана келетінін түсіндім.